Саламатсыздар ма білімгерлер? Менің аты жөнім Жұмағалиева Алмагүл, Жаңаөзен қаласы Оразмағамбет Тұрмағамбетұлы атындағы Маңғыстау индустриялық техникалық колледжінің қазақ тіл пәні оқытушысымын. Бүгін бізде қазақ тіл сабағы 10-шы сынып 4-ші бөлім адам өмірін сақтау бөліміндегі лаңкестік адам өміріне төнген тосын қатер сабақтың тақырыбы. Жалпы сабақтың мақсаты қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазу. Яғни дискурсивтік эссені жазып білу. Ол үшін ең алдымен мына тақтаға назар аударамыз. Бұл тақтадағы сұрақтарға сіздер жауап беріп қараңыз. Адам өміріне аса қауіпті қандай іс-әрекеттерді асар едіңіз қазіргі заманға лайықты? Адам өміріне аса қауіпті қандай іс-әрекеттерді асар едіңіз? Адам өміріне қауіпті іс-әрекеттер адам өміріне, оның денсаулығына зиянын тигізіп, әртүрлі аурулармен жарақатқа, тіптен кейбір жағдайда өлімге дейін алып келіп соқтыруда. Осыған орай мемлекеттің адамды қорғау жолдарын қарастырады. Мысалы, атом қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі, жарылыс пен өрт қауіпсіздігі, зілзала, лаңкестік экстремизм, террорлық әрекеттер. Жақсы, экстремизм мен терроризм деген сөздердің айырмашылықтары неде? Экстремизм, терроризм деген сөздердің айырмашылықтары неде? Діни экстремизм мен терроризм туралы қысқаша мәлімет бере кетсе. Қазіргі кезде ең көп таралған лаңкестік. Лаңкестік дінді бетперде еткен түрі. Олардың негізгі мақсаттары әртүрлі діни сенімдерді пайдалана отырып адамдардың пікіріне әсер ету, билікті ұстап қалу, ұлтаралық соғыста талас-тартыстар ұйымдастыру, дінді саяси құрал ретінде пайдалану. Әрбір азамат қоғам тыныштығы үшін діни экстремизмге қарсы тұру керек. Экстремизм мақсаты қоғамда үрей туғызу. Экстремизм оқиғалары 20-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап орын ала бастады. Ал терроризм деген сөзіне? Ал терроризмде адамзаттың қасіреті, сонымен терроризм дегенімізне латынның террор деген сөзі үрей, күш қолдану, қорқыту деген мағынаны білдіреді. Немесе жеке адамға, қоғам мен мемлекетке залал келтіруге бағытталған күш қолдану және өзге қылмыстық әрекеттер жасау. Яғни саяси мақсат түрлері нысандарға шабуыл әрекет ететін қауіпті ұйым. Терроризм 4 түрі бар. Біріншісі ұйымшыл сипаттағы терроризм, екінші діни терроризм, үшінші идеологиялық терроризм, төртінші миллиондаған адамды құрбан ететін қызыл терроризм. Талау критерийі қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, көтерілген мәселені анықтаймыз, тақырыпқа қатысты өз ойымызды дәлелдеп, дискурсивтік эссе жазамыз. Лаңкестік тақырыбына лаңкестік адам өміріне төнген тосын қатер тақырыбына дайын болған эсселерімізді оқимыз. Жақсы. Эссе лаңкестік ұйымдардың іс-әрекеттері сен қалай бағалайсың? Соңғы жылдары экстремистер өз мақсаттарына жету үшін қандай террорлық әрекетті құрал ретінде қолданып, әлем жұртшылығын алаңдатып отыр. Қазақ елінде соңғы жылдардан бері үсті-үстіне болған жарылыстардан мазасы кете бастады. Олардың көріністері Ақтөбе облысындағы Шұбаршы ауылындағы террорлық әрекеттер, Ақтау, Атырау, Тараз, Алматы қалаларындағы экстремистер ағымдардың көрініс беруі. Террорлық актілерін ұйымдастырушылардың мұсылман елдерінен көп шығып жүргені бүкіл исламның атына кір келтіруде. Осы арқылы ислам дініне күйе жағуда. Сондығында ислам діні адам баласын тура жолға. Жылдары экстремистер өз мақсаттарына жету үшін қандай террорлық әрекеттер құрал ретінде қолданып, әлем жұртшылығына адам өміріне тосын қатер туғызуда. Жақсы отырамыз. Бұл күн бүкіл әлемді өзгертті. 2001 жылы 11 қыркүйекте Әл-Қаида террор ұйымының 19 мүшесі 4 жолаушы ұшағын басып алып, ақш тарихындағы ең қанды шабуыл жасады. Елдің саяси және қаржы орталықтарында болған бұл шабуылды 100 миллион адам бақылап отырды.
Таңғы сағат 8:46-да жолаушы ұшағы Нью-Йорктегі дүниежүзілік сауда орталығының солтүстік мұнарасына келіп соғылды. Басында мұны кей адам кездейсоқ жағдай деп қабылдаған, бірақ 17 минуттан кейін оңтүстік мұнараға екінші ұшақ соғылды. Мұндайды өмірімде көрген емеспін. Дүниежүзілік сауда орталығы, телефон компаниясының ғимараты қирады. Екі ұшақта Бостоннан ұшып шыққан. Әр ұшақта 5 лаңкес болған. Олар ұшақты басып алып, оны қаруға айналдырған. Жүздеген адам ұшақ ғимаратқа соғылған кезде бірден қаза тапқан. Бұдан бөлек көптеген адам жоғарғы қабаттарда қалып қойған. Жазылымды тапсырма 55 пікір жазу әдісі лексикалық құрылымды қолдана отырып, ұсынылып отырған 3 мақалның қайсысы мәтінге сәйкес келетінін анықтап, ойынды 3 сөйлемі тұжырымды жазу. Бірінші мақал, қауіп қайдан болса, қатер содан. Екінші, жау жағадан алғанда бөрі етектен. Үшінші, сырын білмеген аттың сыртынан жүрме. Осы 3 мақалдың қайсысы сәйкес келеді? Жақсы, өзіңіз ойыңыз айтып беріңіз. Қауіп қайдан болса, қатер содан. Жақсы, осы мақал осы мәтінге сәйкес келеді екен. Мына мәтінді сіздердің назарларыңызға береміз. Мәтінді тыңдаймыз. Қазақстан қазір осы заманға жаһандық сынақтарға қарсы күресте әлемдік қауымдастықты сенімді әріптесі болып отыр. Мемлекеттік ықпалды саясаттың арқасында еліміз лаңкестікке қарсы күресте басқа мемлекеттермен барлық деңгейде тығыз ықпалдасып, ынтымақтастық орнатқан. Таяуда көптеген мемлекеттер азаматтарының өмірін қиған Лондон метросында, Мысыр мен Түркия курорттарында болған лаңкестік актілер өкінішке орай бүгінгі таңда лаңкестерден ешкімнің де сақтандырылмағандығын тағы да қуаттап берді. Жалпы лаңкестік туралы лаңкестік адам өміріне төнген тосын қатер жайындағы бейнебаянға назар аударамыз. Экстремизм дегеніміз не? Сіз бүгінгі таңда жер жаһанды қатталаңдатқан экстремизм, радикализм, терроризм деген адам құлағына түрпідей тиетін атауларды жиі естіп жүрсіз. Ал бірақ оның байыбына барып көрдіңіз бе? Расында бейбіт қоғам мен мемлекет іргетасын шайқалтуға тырысатын мұндай жат пиғылды ағымдар туралы сіз ойлануға қорқасыз. Оның мән маңызына тоқталып, діни және құқықтық тұрғыдан ізденудің орнына бастан құлақ садаға дегендей басыңызды ала қашасыз. Ойланыңыз, өйткен оның салдарынан теріс ағымның жетегінде кеткенін білмейтін, ұлттық табиғатына қарсы шыққанын сезінбейтін, жалпы мемлекеттік қағидаттарды ұғынбайтын, жалпы адамзаттық игіліктерді мойындамайтын, беде ойлы, алқа қотан әрі оқшау азаматтар мен топтар пайда болып, ондайлар қоғамның берекесін қашыра бастағанын байқамайды. Есте сақтаңыз, экстремизм деген шеттеу, орталықтан ауытқу, белгіленген жерден тыс кету деген мағынаны білдіреді. Яғни қоғамдық және жалпы тәртіпті мойындамайтын, өзін білермендікпен ғана іс-әрекет жасаушы деген сөз. Экстремизмнің пайда болу себебі адамның надандыққа, көрсе қызарлыққа бейімделген көзқарасынан пайда болады. Тек менің ғана пікірім болуы керек деген ұстанымға ие. Бұл экстремизмнің алғашқы белгісі болып саналады. Экстремизмнің тағы бір көрінісі айналасындағыларды көре алмау, түсінбеу немесе түсінгісі келмейтін адамдардан шығады. Лаңкесшілер дұрыс бағытқа жол көрсететін адамдардың кеңесіне мүлдем құлақ аспайды. Экстремизмнің құрбандары өздерін ең таза кіршіксіз деп санап, басқаның барлығын адасушыларға жатқызады. Жөн білетін азаматтарды мойындамайды. Осының салдары әлемде түрлі келеңсіздіктер мен қантөгістерді туындатып жатқанын түсінуіңіз керек. Сөз соңы, түсініңіз, экстремизм деген қылмыс. Қоғамның бейбіт тірлігі мен берекесін кетіретін экстремизмді ешқашан ақтауға болмайды. Осы бейне баяннан тыңдап, ондағы мағлұматтарды қолданып, өз ойымызды қорытып, қазір эссе жазамыз. Эссе жұмысында түйінді сәттер әдісі арқылы клишелерді, тірек сөздерді, адам өмірі, қауіп қатер, лаңкес, терроризм, экстремизм
сөздерін пайдаланамыз. Бейнебаян мәтініне эссе тақырыбын ашатын аргументтерді жинақтаймыз. Мәтіндегі қай мәлімет жазатын эссеміз аргумент бола алады. Неге? Алған аргументтер қай бөлімде жазылады? Неше эссе неше бөлімнен тұрады? Лаңкестік ұйымдардың іс-әрекеттері, мен оны қалай бағалаймын? Соңғы жылдары экстремистер өз мақсаттарына жету үшін қанды террорлық әрекеттер құралы ретінде қолданылып, әлем жұртшылығына алаңдатып отыр. Қазақ елінде соңғы жылдардан бері үсті-үстіне болған дағдарыстардан мазасы кете бастады. Олардың көріністері Ақтөбе облысындағы Шұбаршы ауылында террорлық әрекеттер, Ақтау, Атырау, Тараз, Алматы қалаларындағы экстремистік ағымдардың көрінісі беруі, террорлық актілердің ұйымдастырылуы. Жақсы. Жазған эсселеріңіз бойынша кім оқиды? Эссенің тақырыбы лаңкестік адам өміріне төнген қауіп-қатер. Біз толеранттылық, конференциялық татулықты жалау етіп ұстанған елміз. Алайда теріс пиғыл, арам оймен келгендердің мақсаттарын айқындап біз жол бермеуіміз керек. Аталарымыз білектің күшімен, найзаның ұшымен аманат етіп қалдырған байтақ жерімізге ешкім көз алартпауы тиіс. Сондықтан да жау жоқ демен, жар астында деген дана қазақтың айтып кеткен сөздерін жадымызда сақтап алып, асыл дінімізді, аталарымыздың аманат болып кеткен кең байтақ жерімізді келер ұрпаққа таза ойында табыс етейік. Елбасымыз Назарбаевтың діни экстремизм жаңаға берілген бейнебаянды, мәтінді естерін сақтай отырып, эссе жазуға кірісеміз. Эссе жалпы тағы да қайталайын, 3 бөлімнен тұрады. Кіріспе бөлімде тақырыпқа сай жалпы ой, тезисті ой беріледі. Екінші негізгі бөлімде тыңдалым, оқылым негізге алынып, аргументтер пайдаланамыз. Аргументтерге сай өзіндік көзқарасымыз танытып, дәлелдейміз. Үшінші бөлім, бұл қорытынды бөлім. Қорытынды бөлімде тақырыпқа сай қорытынды пікір жазамыз, ұсыныс білдіреміз. Сабақта қарастырылған барлық мәліметтерді қорытып, дискуссивті эссені жазамыз және аяқтаймыз. Эссенің тақырыбы лаңкестік адам өмірінде төніп тұрған үлкен қатер. Лаңкестік әрекет қылмыстық заңнама адамдардың мерт болу қаупін тудыратын, елеулі мүліктік зиян келтіретін жарылыс жасау, өрт қою немесе өзге де әрекеттер жасау, немесе қоғамдық қауіпті зардаптары бар өзге де әрекеттер. Егер де бұл әрекеттер қоғамдық қауіпсіздікті бұзу, халықты қорқыту немесе билік органдардың шешім қабылдауына ықпал ету мақсатында жасалған болса, сондай-ақ осы әрекеттер дәл осындай мақсатта жасалады деп қоғам оқу жасалса, лаңкестік әрекет болып саналады. Сабақтың соңында сабақтан алған мәліметтерімізді қорытындылау мақсатында 5 саусақ әдісі бойынша тақырыпқа қатысты мынандай сұрақтарға жауап беріп қарайық. Сабақта ең құнды мәселе қандай мәселе болды? Лаңкестік адам өміріне төніп тұрған қатер екенін толық түсіндіңіз бе? Түсінгеніңіз сабақ барысында қолдана алдыңыз ба? Эссе тақырыбын толық аша алдым деп ойлайсыз ба? Бүгінгі сабақта қандай нәтижеге қол жеткіздіңіз? Қорытындылай келе, сабағымызға белсенді түрде қатысқан студенттерді бағалаймын.